Баршаңызға сәлем, асқабақтан дәмді пирог жасап көрсетемін. Ең алдымен асқабақты пісіріп аламыз. Суға да, духовкаға да пісіріп алсаңыздар болады. Мен духовкаға пісіремін. Дәнектерінен тазалап, листімізға салып, бетіне тұзымызды сеуіп, жұмсақ болғанша пісіріп аламын. Қамырын дайындаймыз пирогымыздың. Ұнымызға сары майды, разрыхлительді, шекерімізді, қаймақ, жұмыртқаны салып, песочный тесто дайындаймыз. Қолымызбен үгітіп аламыз, жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа холодильникке жібереміз. 10-15 минуттан кейін бетіне фольга жауып, тағы да 20 минуттай духовкаға саламыз. Дайын болған асқабақты қабығынан тазалап, ыдысымызға салып, пирогтың начинкасын дайындаймыз. Асқабақтың үстіне құмшекер, қаймақ, кукуруздың крахмал, жұмыртқамызды, лимон цедрасын және аз ғана лимон согын салып, погружной блендермен пюре жасаймыз. сантиметрлі 24 диаметрлі формамызға қамырымызды видеодағынай жайып аламыз. Үстіне начинкасын салып, алдын ала қызған 170-180 градус пеште 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пирогымызды кішкене суытамыз. Бетін қалауыңыз бойынша әрлеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын, видеоны соңына дейін көрсеңіздер, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.